Баршаңызға қайырлы күн болсын. Келе жатырған ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін біз наурыз көже дайындайтын боламыз. Осындай қой малжың түрлі түсті дәнді дақылдардан тұратын дәмді көже дайындайық. Ол үшін бізге сүр ет немесе қазы қажет болады. Қазанымызға суымызды құйып, қазыны асуға қоямыз. Қайнаған соң кішкене зубочистканың көмегімен бірнеше жерден кесіп шығамыз. Қатты қайнағанда осылай бетіне көбігі шығады, сол көбігінің барлығын алып тастаймыз. Және де тұзын салып, астын баяу отқа қойып қайнатамыз. Бізге енді бұл жерде қажетті дәнді дақылдардың ішінен жүгері мен бидай ұзақ пісетін болғандықтан барлығын алдын ала жуып, жүгері мен бидайды суға бұқтырып қоятын боламыз. Өрігімізді ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде бізде тары, күріш, мейіз, бидай, өрік және де жүгері бар. Қазымыз 1 сағаттай қайнаған соң үстіне жүгері мен бидайды салып қосып қайната береміз. Ал қазымыз пісіп дайын болған кезде оны бөлек алып суытуға қоямыз. Біраз қайнаған соң тары мен жүгерінің үстіне тарымызды және күрішімізді қосып салып қайната береміз. Ал суыған қазымызды өзімізге қажетімізше турап, ұсақ бөліктерге бөліп, қайтадан көжемізге әкеліп қосамыз. Дайын болып қалған кезде үстіне өрікті және мейізді әкеліп қосып, жақсылап араластырамыз да, астында отын өшіріп, қақпағын жауып қоямыз. Мінекей наурыз көжеміз дайын болды. Бұл наурыз көжемізді арнайы қажетімізше өзімізге ыдысқа салып аламыз да, үстіне сүтін және де айранды құйып араластырамыз. Мінекей наурыз көжеміз дайын болды. Түрлі түсті дәнді дақылдардан тұратын дәмі керемет, әдемі көжеміз дайын болды. Ал үлкен қазандағы наурыз көжені оны солай қоя береміз. Қажет болған кезде бөлек ыдысқа салып, сүтімізді, айранымызды қосып осылайша іше беруге болады. Баршаңызға наурыз мерекесі тағы да құтты болсын дейміз.